Достар, бүгін біз қызанақ жабамыз. 1 литр банкыны алдым. Бұл банкыны мен стерилизациядан өткіздім. Помидорларымды жудым, оның ішіне салдым. Енді біз осы банкыге қайнап тұрған ыстық суды құямыз. Бізді құйды. Енді 15 минуттай күтеміз. 15 минут уақыт өтті. Енді мына суды төгіп тастаймыз. Енді осы помидор тұрған сумен біз рассол жасаймыз. Ол үшін суға 2 ас қасық толтырмай қант қосамыз, 2 ас қасық. Және де 1 шай қасық тұз қосамыз. Және мынандай 9% уксус, 70% емес, 9% уксуспен 1 ас қасықты толтырмай осы суға құямыз, толтырмаймыз. Бұлай құйсаңыздар жеткілікті. Енді осы рассолды мен отқа қоямын, 30 секундтай қайнатамын. Енді мен мына банкама, помидорыма 1 түйір сарымсақты ұсақтап турадым, 1 тал. Енді осыны саламын, чеснокты саламын ішіне. Және де жаңағы дайындалған рассолымды құямын. 30 секунд қайнатып алдым. Енді үстіне құямыз. Рассолымды құйдым. Енді банкының қақпағын қаққылап жабамыз. Банкының қақпағын жаптық. Енді кері айналдырып қоямыз. Осылай. Ертең таңертеңге дейін менде осылай тұрады. Қазір бұны салқын жерге қоямыз. Шамалы салқындау жерге. Байқасаңыздар, мен бұл помидорға ешқандай шөп шалам қосқаным жоқ, бұрыш салғаным жоқ. Осылай бұл помидорды маринадтаудың ең оңай тәсілі. Бір-ақ рет ыстық су құйдым, оны төгіп тастадым, содан кейін рассол дайындадым, сол судан. Ешқандай шөп шалам салғаным жоқ. Осылай жасап тұрсаңыздар болады. Бұл помидор салы дәмі өте керемет болып шығады. Суында, тіпті суында сок сияқты болып тұрады, өте тәтті болып. Рахмет, сау болыңыздар, лайк басуды ұмытпаңыздар.